Қай кезде ғайбат болмайды. Біреу жайлы айтам мен. Бірақ ол ғайбат болмайды. Қай кезде? Қараңыз. Екеуміз жұмыс жасасайын деп жатыр. Сол кезде Алмат кеп айтады мына кісіге. Ананы байқа. Мен омен жұмыс жасасқам, оның қолының сұғанақтығы бар. Сол нәрсеге кішкене мән бер. Ақшаңды сеніп тапсыра берме. Бұл не? Бұл ескерту. Біріншісі. Екіншісі. Бір ауылда 4 миша тұрады. 4 миша тұрады. Мен ауылға кіремді, алдынан шыққан адамнан мишаның үйі қайсысы деймін. Сонда ішінде мынандай ақсақ, аяғы қисық миша бар. Сол кезде бұл сұрайды. Қай миша? Аяғы қисық миша ма? Басқа миша ма? Бұл ғайбат емес. Бұл не? Мишаны анықтау ғой бұл, түсініңіздер ма? Бұл ғайбат шын айтылып жатқан жоқ. Бұл анау, мысалы, 4 қай миша десе айта алмаймын ғой мен оны. Сол кезде мен не айтам? Ана аяғын бит басатын миша дейсіз. Бұл кім екенін біліп алу үшін. Немесе бір ауылда бір алкаш бар. Отырамыз, осылай жиналамыз да, не істейміз? Не істейміз? Оқытамыз ба, бұл атаңа неледі? Жоқ әлде емдейміз ба? Жоқ ұрамыз ба? Не істейміз? Бұл уайым. Бұл уайым бұл. Бұл ғайбат емес. Ал басқа кез, әшейін отырып алып, пәленше жайлы айту. Егер сол отырыста ол адамдардың ниетінде ананы өзгерту жоқ. Просто отырып алып айтып жатыр ма? Сен біліп ал, кітабыңды қоқырсыққа толтырып жатсың. Который қияметте сол адамдар сенен келіп жинап алатын. Сол үшін апайлар, жалпы бізге нені сезіну керек? Адам көріп тұр деген нәрсені тасташ бәлен. Адамдар үшін өмір сүрмей ақ қойшы. Құдай үшін өмір сүріп үйренші.